Мүлік сүресі бар Құранда, 30 аяттан тұратын мүлік сүресі. Мүлік деген бұл Алла Тағаланың мүлік иесі, патшасы ол Алла Субхана ва Тағала. Баршамыз Алланың мүлікі болып есептелінеміз. Мен де, менің балаларым да, баршасы Алланың мүлікі. Құранда мүлік сүресі бар. Сол мүлік сүресі, бауырлар, Пайғамбар алейхиссаламның әдетінен еді, сүннет амалынан еді. Күніге ұйқыға жатар алдында мүлік сүресін Пайғамбар алейхиссалам оқитын болған. Мүлік сүресін. Соны естіген бір ана өмірден өтер сәтінде балаларын жинап алып өсиет айтыпты балаларына. Мынау әкелеріңнен ерте айырылдық. Әйтір өзім кимесем де сендерді киіндірдім. Өзім қиналсам да сендерге білдірместен ешқашан аш болған емессіңдер. Киімсіз жүрген емессіңдер. Үйсіз, күйсіз жүрген емессіңдер. Міне ер жеттіңдер. Әрқайсысың білім алып, өздерің өмірде жолдарыңды таптыңдар. Ертең мен ана өмірге өтіп кететін болсам, сендер мені апарып жерге көміп қоя саласыңдар ма? Деп анасы балаларына осындай сөз айтады. Сөзде үлкен ұл айтқан екен. Анашым, Алла Тағаланың шариғаты бізге осыны айтқан болса, біз одан артық не істей аламыз? Адам өмірден өтсе, ислам дінінде апарып жерге көміңдер деп айтқан. Біз одан артық не істей аламыз деген кезде анасы айтқан екен, дұрыс, имамның айтқанын істеңдер. Мен сендерге оны айтып тұрғаным жоқ. Шариғат не айтады, солай істей беріңдер. Менің айтып тұрғаным, сендерге көмегім тиіп келді осы күнге дейін. Сендер де маған көмектесе алатын жолды айтып тұрмын деген кезде балалар айтқан екен, анашым айтыңыз. Сізге біз тарапынан көмектесе алатындай жол болса, жер әлемінің ана басында сондай бір нәрсе бар деп айтсаңыз, біз сіз үшін алып келуге дайынбыз. Айтыңыз, не нәрсе ол деген кезде анасы айтқан екен, Құранда мүлік сүресі бар. Мүлік сүресін жаттаңдар. Пайғамбар алейхиссалам айтқан екен, кім мүлік сүресін оқып, соның сауабын бағыштайтын болса, қабір азабын көрмейді деп айтқан екен. Өздерінде оқып жүріңдер. Және маған да соны бағыштап жүріңдер деп анасы балаларына мүлік сүресін өсиет қылған екен. Барыңдар да сол Құранға түсіп, үйреніп алыңдар сол сүрені. Міне мен сендерге сол кезде разымын деп анасы балаларына өсиет қылған екен. Міне осы нәрсені бауырлар қазірден бастап өзімізге жасап алайық. Мүлік сүресін оқыңыз, жаттаңыз. Әйелімізге үйретіп қояйық. Кейін иншалла балаларымызға үйретіп қояйық. Олар да ертең олар да ар жақтағы немеремізге үйретеді иншалла. Осылай кете береді екен. Ал ол мүлік сүресінің сауабы бауырлар жаңа айтылғандай қабір азабынан аман қалуға көмектеседі екен. Және иншалла сол мүлік сүресі соны оқып жүрген адамға жәннатқа кіруіне сол жанында тұрып шафағатшы болады екен. Мүлік сүресі. Міне осылай айта беретін болсақ, бауырлар, Құранның әрбір сүрелерінің өзінің ерекшеліктері бар. Әрине Алланың сөзі бәрі. Біз жоғары екінші сүре төмен деген сөз шыққан жоқ бұл жерде. Бірақ Пайғамбар алейхиссалам сүннетіне сүйене отырып айтып жатқан сөздер, әрбір сүренің өзінің несі бар екен? Қасиеттері, жаңағыдай бір ерекшеліктері бар екен. Бұл